Балалар қызығып жейтін әуенді печенье жасаймыз. Өте дәмді және де қолжетімді заттардан жасалынады. Алдымен 2 жұмыртқамызға шекерді салып, міндетті түрде майда шекер болу керек. Жақсылап араластырып аламыз да үстінен ерітілген немесе бөлме температурасындағы сары майды салып, шекері ерігенше жақсылап араластыру керек. Майда шекер болса, қатты араластырудың да қажеті жоқ. Енді електен өткізіп ұнымызды дайындап аламыз. Міндетті түрде електен өткізіп, үстіне разрыхлитель салатын боламыз. Кішкене араластырып жіберіп, жаңағы қою массамыз бен сұйық массамызды бір-біріне араластыратын боламыз. Тез қолмен қамыр илейміз. Қамыр өте жұмсақ, майлы қамыр болады. Бетіне байы кәдімгідей шығып тұратын қамыр болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай көп ұн қосып жіберудің қажеті жоқ. Барынша жұмсақ болса да ештеңе етпейді. Арнайы пергамент қағаздың үстіне ұн сеуіп тұрып жайып аламыз. Қыздар, мен сіздерге осы кезде бір совет айтайын. Пісіретін пергамент қағазыңызға істеп алыңыз, өйткені қамырды бір орыннан екінші орынға көшіру өте қиындау болады. Осылай дөңгелектеп жайып алып, дөңгелектеп кесіп, видеода көрсеткендей етіп жақсылап кесіп аламыз да. Кез келген формада кесіп алсаңыздар болады. Ортасына осындай карамель конфетті қоямыз. Мятный негізі қоймаңыздар, өйткені балдар жегісі келмейді. Мына жерде менде алма, малина және лимон дәмді карамельдер. Осы пісіп шығады 15-20 минутта 180 градуста тез пісіп шығады да, ортасына вареный сгущенка немесе шоколад немесе шоколадный пастаны араластырып жасап, ортасын біріктіріп шыға бересіздер. Қыздар, ортасына әртүрлі посыпкаларды қолдансаңыздар болады. Барынша майда болу керек. Ірі болса печеньенің ортасы жабыспай қалады. Мен осында 2 түрлісін қолдандым. Бала-шағам өте мәз болып жеді. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Печеньенің өзінің дәмі өте керемет. Сондықтан жасап көріңіздер және менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.